Аузыңды жапшы. Все, Аруна, давай. Давай, пробуй. Түсірмей. Да, сүйсініп тұр. Әдемі тұрсың. Ашықпын саған. Қадірлет. Біләм ау. Бола ма былай ішкіге негізі? Болады. Бізден қыздырып отыр. Үстіме төгіп алмай түсірмейші. Түсірмей, Арон. Ашықпын тұрмын саған. Түсірмей. негізі бірдекені түсіне албадым. Өйткені мен бір жақ ойнаудан шығып қалсам, подписчиктер маған жазады. Арген қан құя бересің бе, тенте бересің бе, үйің ремонтын жасабайсың бе деп. Біріншіден ремонт жасағанға көп ақша керек. Сен болса подписчиктерге нормально, хайт болсын, жаман болсын, мен үшін нормально. Арасынан бар емес, бір-екі туғандарымыз шығады. Арген ақшасын не қылып отыр? Үйін ремонт жасабай отыр. Не қылтады өзі? Тенте бере, деп. Бар емес. Ошо айтқан адамдар, несі маған 1 сом ақша қосып қойсаңдар, это нормально болчу. Анан 1 сом же қосып қойсаңдар, Арген үй салтасың ғой, үйің бүтіріп ал деген болса, это нормально. 1 сом қосып қойғаннан кейін мен ақшамды санап, ал не қылтап, ал жаққа неге барады, пожалуйста. Мен бұл өзім личный жашауымда мен не қыламын, не жеп отырамын. Короче, бұл өзім шешейін. Анан үйге келгенде жардам берсеңер, всегда мен самын. Анан 1 сом қосып қойла, ау деген жерді қойға береді. Үйтіп Алматыға жеттім. Хейтқа мән бермейін десем, осылай жағдай болып қалады да. Сен осы арқылы көтерілдің, сен ана бітті деп. Не надо ол жаққа да, мына жаққа да, сен арқылы көтерілдің, сен арқылы. Енді Құдай сөйтіп тағдырымызға жазып қойыпты. Несібемізді осылай бір адам арқылы, оған мен арқылы, маған ол арқылы мүмкін берілген шығар. Бірақ не стоит отменять тот факт, что бұл жақта үлкен еңбек жатыр. Маған просто обидносы болғаны, люди не оценивают мою работу, сколько работы здесь проделано, а просто оценивают, вот, ты мразь, вот, неблагодарная, типа. Ну все, хватит же, ребята. Прошлое, оно в прошлом осталось, все, оно так и должно остаться. Просто түсінбеймін, адамдар до такой степени прям приюды унижать, это сіздер деген кәдімгіден балағат сөздер жазып, мен сіздерге не шамасылып көрдіңіздер менен? Просто мынды айтайыншы, мен ешқашан, ешқай жерде Қырғызстанды жамандаған емеспін. Просто наше отношение с одним человеком не должно касаться нации, да? Это отношение между мной и другим человеком. Это никак не касается нации. Мен ешқашан Қырғызстанды жамандап, ойбай, мен Қырғызстан арқылы көтерілген жоқпын деп ешқашан айтпаған. Мен всегда айтатынмын, Қырғызстан елі мен всегда көтереді. Қырғызстан елінде осылай мені қолдайды деп всегда айтып жүремін. Ешқашан ешбір интервьюмда бір жамандаған кезім болыпты, наоборот, көтеріп всегда вот деп қырғыз тілін үйреніп, мен кәдімгідей сіздерге бір хотя бы менен бір не болсын деп қырғыз тілін үйреніп жүремін. Ошондуктан екі адамның отношениясын ешқандай нацияға, пожалуйста, бөлмеңіздерші. Это отношение между людьми, а не нацией. Вот.